Сондай-ақ Қарақалпақларда отау, қара үй құрылысы тек қана апайы құрылыс процесі, бәлкі дәстүри байрамға сай рухтағы мұқаддес уақия ретінде құралған. Бұл апайы жұмыс емес, ру аймақ бірлігі, шаңарақ құрылысы, өзлігін көрсету сияқты қадіриятларды да жәмлеген. Дәсепкі отаулар киізден жасалған болып, олар қой жүнінен ысылық, ғалық һәм басым жәрдемінде басып таярланған тоқыма емес, гезлеме болып табылады. Бұл болса ысылықты сақлау һәм табиғат хадиселерінен қорғауды тәмінлеген. Сондай-ақ бір қара үйдің құрылуына үйшілердің берген мағлұматларына қарағанда 15-20 адам қатынасады һәм бір қара үйдің күтуіне шамаменен 1 ай 10 күн сарпланады. Ал енді қара үйдің қалай құрылуына тоқталсақ. Қара үй бұрынлары шыдамлы, июге қолайлы, бос және өт ағаштан, тоғай талдан сайлап алынып ісленген. Себебі қара үй әр жылы бәрде тігіліп, күзде жиналатұғын болғаны үшін шыдамлы, беккем ағаштан ісленуі үлкен ахметке ие болған.